Қазақтың тазысы әлемдік деңгейде мойындалып жатыр екен. Бұны ана-мынау емес, Қазақстан Республикасының экология және табиғи ресурстар министрлігінің ресми сайтында жариялады. Дегенмен ресми сайтта жарияланған ақпараттың бәрі рас па, әлде олар да бұрмалау мүмкін бе? Бірге тексеріп көрейік. Халықаралық кинология федерациясы қазақтың тазысын әзірге уақытша ғана мойындап отыр. Бұл толық мойындау жолындағы алғашқы қадам және толыққанды халықаралық мәртебе бермейді дейді. Халықаралық федерация тазы тұқымдасын мүлде мойындаған жоқ. Сондықтан қазақы тазы әлемдік деңгейде мойындалды деген ақпарат шындыққа жанаспайды. Яғни ақпарат манипуляция. Толығырақ айтатын болса, Халықаралық кинология федерациясы ит тұқымдарын халықаралық деңгейде мойындау мәселесіне байланысты басты беделді ұйым. 100-ден астам елдің басын біріктіретін ұйым ит тұқымдарына қатысты стандарттарды белгілейді, халықаралық көрмелерді ұйымдастырады және жаһандық деңгейде қандай ит түрлері ресми мойындалатынын анықтайды екен. Халықаралық кинология федерациясы қандай жағдайда ит тұқымын ресми мойындау мүмкін? Олардың негізінен мынадай критерий жазылған: генетикалық әртүрліктің болуы, денсаулығының бақылау жүргізу, ауру тасымалдағыштармен будандастыруына жол бермеу, ұлттық және халықаралық көрмелерге қатысу, статистика есебі, олардың тіркелген иттер саны, тууы, аурулар, мінез-құлық ерекшелігі және басқа да көрсеткіштер тіркеп отыру керек. Қазіргі таңда 359 ит тұқымы ресми мойындалған екен. Ал тазыға келетін болсақ, 2024 жылдың 3 қыркүйегінде федерация расында да қазақы тазыны 372 номермен ресми түрде тізілімге енгізген. Алайда тұқымның мәртебесі деген жерде алдын ала уақытша мойындау деп жазып қойған. Бұл тазы тұқымын тізімге енгізгенін білдіреді, алайда толыққанды мәртебеге ие болған білдірмейді. Ал сіз біздің тазы әлемдік деңгейде мойындалуға лайық деп ойлайсыз ба? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз, видеоны бөлісіп каналға тіркеліңіз, қызықты деректерді тексеріп, ақиқатқа бірге жетейік.